Біз ол кезде 50-60 отбасыдан құралған совхоз бөлімшесінде тұратынбыз. Совхозға дейінгі аралық 3-4 шақырым шамасы. Балалар бастауыш класты бөлімшеде оқып, 5 класстан бастап интернетте жатып, совхоз орталығындағы мектепте оқитын. Интернетте жатып оқитын балалар сенбі күні түстен кейін үйге қайтатынбыз. Демалыс күні түстен кейін интернетке қайта келеміз. Ол кезде бөлімшеге қатынайтын арнайы көлік болмайтын. Сол себепті көбінесе үйге жаяу барып қайтатынбыз. Мамыр айы 9 сыныпты бітіретін жыл. Жексенбі күні түстен кейін интернетке қайтуымыз керек болатын. Досым Өмірбек үй шаруалармен бөгіліп, екеуміз өзге балалардан қалып қойдық. Ол шаруаларын бітіргенше кеш болды. Біз совхоз орталығына қарай жол тартқанымызда күнде ұясына отырған еді. Ауылдан көп ұзамай-ақ тез қараңғы түсіп кетті. Өмірбек қолында Қытай фонаригімен жолға жарық түсіріп келеді. Сөйтіп келе жатып Өмірбек шайтан туралы әңгімесін айтты. Мен де қосылдым. Бір кезде өз әңгімемізден өзіміз қорқып алаңдап жан-жағымызға қарай бастадық. Құдды бір алдымыздан шайтан шыға келетін сияқты үнсіз келеміз. Айналадан түсініксіз дауыстар естілетін сияқты болып кетті. Бұл кезде біз совхозбен бөлімше ортасында орналасқан ескі қашардың тұсында келеміз. Жол бойында мал ұстауға пайдаланған ескі қашар соңғы жылдары бос тұратын. Қашардың есігіне жақын қалғанда Өмірбек тоқтай қалып, "Ананы көрдің бе?" деп сұрады. "Нені?" дедім мен. "Әне ақ киімді кісі" деді де қашарға қарай қаша жөнелді. Ақ киімді кісіні көрмесем де, мен де қорқып Өмірбектің соңынан жүгіре жөнелдім. Қашып келіп қашардың ішіне кірдік. Сыртқа қарай ашылатын есікті ішінен тартып тұрмыз. Ақырын тыңдадық. Расымен де сыртта бірдеңенің жүргені байқалады. Бір кезде жаңағы сыртта жүрген қобыжық есікке келіп сыртынан итере бастады. Шамасы есіктің сыртқа қарай ашылатынын білмесе керек деп ойлап тұрдым. Алғашында ештеңені түсіне қоймасам да, енді қатты қорқа бастадым. Сәлден соң белгісіз қобыжық қашардың артына қарай кетті. Өмірбек маған есікті тартып тұруды тапсырып, өзі қашардың артқы қабырғасында тезек шығаруға арналған тесікті бекітуге кірісті. Сол жерде жатқан бір ескі киізді алды да тесікті бекітіп тастады. Арада қанша уақыт өткені белгісіз, бір кезде Өмірбектің бағанағы тесікті бекіткен киізін біреу ішке қарай итеріп түсіріп жіберді. Сыртқа қашып шықпақ болып едік, есікті сырт жақтан біреу итеріп тұр екен. Түсініксіз дыбыстар шығады. Қорыққаннан қашып бұрышқа тығылдық. Өмірбек фонариктің жарығын қарсы жақ бұрышқа түсірді де, "Ананы қара" деп айғайлап жыла жіберді. Өмірбектің қолында фонарикті алып, қарсы бұрыш жаққа жарық түсірдім. Үлкен қара кісі тұрған сияқты көрінді. Қорыққаннан жалма-жан фонарикті сөндірдім. Сырттан бір түсініксіз дыбыстар естіледі, қозғалуға шама жоқ. Екеуміз бір-бірімізге тығылып құшақтасып отырмыз. Бір кезде менің дәл жанымнан біреудің аяқ дыбысы естілгендей болды. Екеуміз де еш қозғалыссыз қатып отырмыз. Бір уақытта жаңағы беймәлім құбыжық мені жан басымнан түртпесі бар ма? Зәрем зәр тігіме кетті. Жан дауысым шығып, орнымнан атып тұрып фонарикті жақтым. Құрып кеткір дәл алдымда үлкен егеу құйрық бажырайып бетіме қарап тұр. Біздің қорқып тұрғанымызды сезді ме, қаймығатын емес, қайта бізге сес көрсетеді. Еңкейіп жерден кесекті алдым да егеу құйрыққа қарай жіберіп қалдым. Тиді ме, тимеді ме білмеймін. Әйтеуір егеу құйрық шиқылдап қаша жөнелді. Бағанадан бізді қорқытып жүрген осылар екен ғой деген ой келді де, аздап қорқынышым сейіле бастады. Кеттік, сыртқа шығайық десем, Өмірбек орнынан тапжылмайды. "Өмірбек" деп шақырсам тіл қатпайды. "Өмірбек, Өмірбек" деп жұлқыладым. Ол менің даусымды естімеген кісі сияқты бетіме қарап үнсіз тұра берді. Енді жын шайтаннан емес, Өмірбектің мына күйінен шошып кеттім. Қолымнан жетектеп есікке қарай беттедім. Есікті итеріп едім, ашылды. Сыртқа шыққанда байқағаным, ай туып, дала жарық болып тұр екен. Есік алдында 2-3 сиыр жүр. Өмірбекке қарап, "Бағанадан бізді қорқытып жүрген сиырлар екен ғой" дедім. Бірақ Өмірбек тіл қатпады. Өмірбекті ертіп сол жерден екеуміз кері қайттық. Ауылға жеткенімізде ел жата қоймаған екен. Өмірбекті үйіне апарып болған жайды ата-анасына айттым. Молдаға оқытып 2 ай дегенде Өмірбек тілге келді. Сол жылы жазда Өмірбектің үйі совхоз орталығына көшіп кетті. Олардың көшуі Өмірбектің науқастануымен байланысты болды ма, жоқ па, ол жағы маған беймәлім. Сол бір оқиғадан кейін ауыл балалары қашар маңынан жүрмейтін болды. Өмірбекті қайдам, мен жол үстіндегі ақ киімді кісіні де, қашар ішіндегі қара құбыжықты да анық көргем жоқ. Ал кейін ойласам, есікті сыртынан итеріп тұрған құбыжық емес, есікке сүйкеніп тұрған сиыр болған-ау. Әлгі түсініксіз дыбыс солардың дауысы болуы ғажап емес. Артқы қабырғадағы тесікті жапқан киіз де
Асығыс қорқып жүріп жақсы тықпағандықтан түсіп кеткен болар деп ойладым. Бірақ жаңа оқу жылы басталып, 10 классқа барғанымызда Өмірбек жол үстіндегі ақ киімді кісіні де, қашар ішіндегі қара құбыжықты да анық көргенін айтты. Алғаш жол үстіндегі ақ киімді кісіні көргенде құлағына біреудің қашарға қарай қаш деген даусы естілгенін айтты. Қашар ішінде болғанда сыртта беймәлім адамдардың жүргенін анық сезгенін, дауыстарын да анық естігенін айтты.